Бәріміз Қазақстанның Ресей империясының құрамында болғанын жақсы білеміз. Және тарихты оқыған кезде тек қана Ресей құрамындағы Қазақстанда алып оқимыз. Ал жалпы Ресей империясында не болғанын көп біле бермейміз. Сондықтан бүгін Ресей империясының тарихы жайлы сөйлесейік. Осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, тарихта адамға сенімсіз болған оқиғалардың бәрін айтып өтемін. Құрметті көрермендер, менің видеоларымды көп адам менің каналыма тіркелмей көреді екен. Сіздің каналға тіркелгеніңіз маған үлкен мотивация болып, көптеген басқа да қазақ тілді видеоларды шығаруға үлкен көмек береді. Сондықтан каналыма тіркеліп, қасында тұрған қоңырауды қосып қойып, осы видеоның астында комментарийге "мен тіркелдім" деп жазыңыздар. Ал енді бастайық. Ресей тарихын үш кезеңге бөледі: Киев Русі, Орыс патшалығы және Ресей империясы. 9 бен 12 ғасырлардың арасында Киев Русі деген ел болған. Олар Хазар, Печенек және Қыпшақ сияқты түркі елдерімен соғыс жүргізетін. Әсіресе Половецкое ханство, демек Қыпшақтармен қарым-қатынасы өте күрделі болған. Білетіндеріңіз болса, бізге Қазақстан тарихында Қыпшақ хандығының тек қана шығысын, яғни Қазақстан жерлерін мекендеген бөлігін ғана айтады. Ал батысы туралы ештеңе айтылмаған. Себебі батыс Қыпшақ хандығы Еділ өзенінен Қара теңіз бен Дунайға дейінгі жерлерді мекендеген. Демек, қазіргі Қазақстанның территориясы емес. Сонымен сол батыс Қыпшақтар бір жағынан сол кездегі орыс жерлеріне шабуыл жасап, адамдарын құлдыққа сатып жүрсе, екінші жағынан орыс патшаларымен қыз алысып, қан араластырған болатын. 12 ғасырда орыстар көптеген тайпаларға бөлініп кетті. Сөйтіп жүргенде 13 ғасырда орыстар да, Қыпшақтар да Шыңғыс ханның әскерінің астында қалып, Алтын Орда құрамына кірді. Орыстар ол кезде Алтын Орданың вассалы болды. Демек ордаға салық төлеп, адамдарын құлдыққа жіберіп, әскери жорықтар үшін әскер беріп тұруға мәжбүр болды. Алтын Орда ыдырағаннан кейін, оның орнында қалған кішкентай хандықтарды орыстың Иван Грозный цары біртіндеп жаулай бастады. Сөйтіп 1552 жылы Қазан хандығын алды. 1556 жылы Хаджы Тархан немесе Астрахань хандығын алса, 1582 жылы Сібір хандығын алды. Орыс патшаларында үлкен бір проблема болатын. Олар өздерінен кейін таққа ұл қалдыра алмайтын. Немесе кіп-кішкентай жасөспірім балдарды қалдыратын. Соның салдарынан елде таққа талас болып, алауыздық туатын. Сонымен бір патшаны басқа патша ауыстырып жатқан кезде, біріншіден шведтер келіп қырып кететін, екіншіден поляктар келіп тонап кететін. Оған қоса арасында орыстар өздерінің ішінде патша таппай, поляктардың патшаларын шақырып, елді басқартпақшы болған. Сөйтіп, Речь Посполита королінің ұлы 1 Владислав Сигизмундович Ваза 1610-1612 жылдары Ресейге бір ретте келмей-ақ Ресейдің патшасы болып елді басқарды. 1682 жылы таққа талас пен мемлекеттегі алауыздықты бітіріп, патша болып 1 Петр отырды. Бұл Ресейдің царліктен империяға айналған кезеңі болды. Және 1 Петр оның тұңғыш императоры болып тағайындалды. Империя болу жайдан жай емес ол кездерде. Ол үшін үлкен бір жетістіктерге жету керек. Мысалы, колониялар жаулау керек, әйгілі бір қалаларды жаулау керек, немесе басқа бір мықты империяны соғыста ұту керек болатын. Сонымен Петр таққа отырғасын, мемлекетке империя болу үшін теңізге шығу жолдары керектігін түсінді. Және ондай теңіздер Қара және Балтық теңіздері. Балтық теңізі ол кезде шведтердің қол астында болса, Қара теңіз әлсіреген Осман империясының астында болды. 1684 жылы Ресей, Австрия, Речь Посполита, Венеция және қасиетті Рим империяларына қосылып, қасиетті лигаға кіріп, сол одақтың мүшесі болды. Бұл одақтың басты мақсаты Осман империясын күйлетіп, Европадан қуып жіберу болатын. 2 жылдан кейін 1686 жылы бұл одақ Осман империясына соғыс ашты. Ол соғыс 14 жылға созылып, одақтың жеңісімен аяқталды. Ресей Азов теңізіне шығу жолын алып, Таганрог бекінісін салып бастады. Бірақ Петр Осман империясымен әлі де көптеген соғыстар болатынын білді. 1697 жылы соғысқа дайындық және түріктерге қарсы болашақ одақтас іздеу мақсатымен 1 Петр Европа елдеріне саяхатын бастады. Бірақ ол кезде әлсіреген османдар Европаны қызықтырған жоқ. Себебі Европаның солтүстігіндегі Швеция күшейіп кетіп, көршілерінің жерлерін тартып алып, соғыстар жүргізіп жатқан. Ресейге Швеция қол астында болған Балтық теңізіне шығу жолдары керек болды.
17-18 ғасырларда Швеция артта қалып қалған феодалдық елден алып империяға айналып, Балтық теңізіндегі держава болды. Алайда 1697 жылы Швецияның императоры дүниеден өтіп, оның орнына 14 жасар ұлы Чарльз отырды. Соны пайдаланып, 1 Петр 1700 жылы Дания Норвегия одағы және Польшамен қосылып, Швецияға қарсы соғыс ашты. Соғыс 20 жылға созылып кетті. Басында үш елдің одағы ойсырай ұтылуға жақын болды. Дания Норвегия одағы 2 жылдан соң ұтылып, толықтай Швецияның астында қалып қалды. Речь Посполитаяда ұтылып, соғыстан шетте қалып қойды. Сонымен бұл одақта Ресей жалғыз қалдым дегенде, соғысқа Ұлыбритания мен Ганновер кірді. Нәтижесінде бұл одақ Швецияны әлсіретті. Ал Ресей болса, әлсіреген Швецияны жеңіп, оның Прибалт жерлерін алып қойды. Сөйтіп Швеция империясын жеңгесін Ресей империяға айналды. Бірақ тағы да дәл Иван Грозный сияқты өзінен кейін таққа мұрагер қалдыра алған жоқ. Сонымен 1 Петрдің өлімінен кейін елде алауыздық болып, таққа талас басталды. Нәтижесінде таққа Петрдің жұбайы Екатерина отырды. Бірақ арада 2 жыл өтпей, алкогольді көп іше беріп, ол да қайтыс болды. 1 Петр Ресей империясының өмірін толықтай өзгертті. Ол Европаға барып, сол жақтың адамдарының киімдерін, бет-әлпетін, өмір сүру салтын көріп, оны Ресейге әкелген болатын. Сөйтіп ол Ресей империясында сақал мұрт өсіру дегенді тиым салды. Парик тағу әдетін міндет етті. Шетел тілдерін меңгеруді талап етті. Адамдардың білімін және мәдениетін көтеретін реформалар жасады. Ол орыстардың европалықтар сияқты болғанын қалады. Жалпы қазіргі күнгі Санкт-Петербург қаласын 1 Петр 1703 жылы құрастырған болатын. Санкт-Петербург деген қасиетті Петр дегенді білдіреді. Бұл қала таза Европа архитектурасымен салынған шаһар. Себебі Петр Европаны аралап көргесін, оған Голландия және Франция елдерінің көптеген қалалары ұнаған болатын. Сөйтіп ол Европа архитекторларын Ресейге әкелген болатын. Одан кейін енді Ресейді немістер басқарды. Яғайын, алып Ресей империясын немістер басқарған болатын. Орыстың сол кездегі патша отбасылары немістің Гольштейн-Готтарп әулетімен қан араластырып, неке қия бастады. Сонымен Ресей империясының соңғы күндеріне дейін басқарған Гольштейн-Готтарп Романов әулеті болған. Оған қоса Ресей патшалары өздері бұл әулеттен болып тұрып, сол әулеттің қыздарына үйленетін еді. Мысалы үшін 3 Петр патша 1 Петрдің қызынан туған ұл. Ал әкесі немістің Гольштейн-Готтарп әулетінен болған екен. Ал оның әйелі 2 Екатеринаның анасы да Гольштейн-Готтарп әулетінің қызы болған екен. Шыны керек, Екатерина патша толыққанды неміс болған қыз. Пруссияда туып өскен адам. Кейінірек 2 Екатерина көтеріліс көтеріп, өзінің жұбайы 3 Петрді өлтіріп, өзі таққа отырған болатын. Таққа отырғасын Екатерина көптеген реформалар жасады. Қырымды, Солтүстік Кавказ және Украина мен Польша жерлерін жаулап алды. Екатеринадан кейін де Ресей патшаларының барлығы жұбайларын немістің әулеттерінен алуды жалғастырды. Негізі сол замандарда Европа патшалары бір-бірімен көп қан араластыратын. Сондықтан көптеген мемлекет басшылары бір-біріне туысқан болып келетін. Мысалы, қазіргі күнгі Ұлыбритания тағының мұрагері принц Чарльз Ресей патшасы 2 Николайдың шөбересі екен. Ресей империясында басқа елден қыз алған кезде оларға православ христиандығын қабылдатқызып, есімдерін орыс есімдеріне ауыстыратын. Бірақ әке атын Федоровна деп қоятын. Себебі қыздың әкесі басқа ұлт екенін көрсеткісі келмейтін. Федор деген Феодор немесе Теодор. Мағынасы Құдай берген дегенді білдіреді. Ресей империясының ең көп соғысқан қарсыласы Осман империясы болған. Бұл екі ел арасында 12 соғыс болды. Қазіргі Ресей тарихында 12 соғыстың 9-ын Ресей жалғыз өзі жеңген деп оқытады. Және көптеген Ресей тарихшылары да онымен келіседі. Мейлі, олай болған күннің өзінде де Ресей империясы Осман империясымен ешқашанда жалғыз соғысқан жоқ. Оған әрдайым Австрия, Британия, Франция, Польша және кейінірек Балкан түбегіндегі христиан елдері көмек беріп тұратын. Себебі ол кездерде Европада мұсылмандарды жек көреді. Ал егер соғыста Осман империясы жеңсе, онда тарихшылар Осман империясы жалғыз соғысқан жоқ, оларға британдар мен француздар көмектесті деп шығады. Сонда орыстар жеңсе жалғыз жеңген екен, ал түріктер жеңсе барлығы жабылып жеңген екен.
Тура солай Наполеонды да айтады. Ресей Францияны жалғыз өздері жеңген дейді. Наполеонға қарсы ол кезде бүкіл Европа шыққан. Әсіресе Австрия, Пруссия және Британия. Меніңше бұл дұрыс емес. Тарихтың әрдайым шын мәнін жазу керек. Айтпақшы, Осман империясы жайлы видео көргіңіз келсе, мына жерде сілтемені қалдырам, соны басып видеоны көре аласыздар. Жалпы көптеген Ресей патшаларының мақсаты теңіз жолдарына шығу және сол жолдарды күшейту болатын. Бірақ оған қоса тағы да бір мақсаты болған. Ол Осман империясының астында болған славян әрі христиан халықтарын түріктерден босатып, Константинопольді тартып алып, түріктерді Европадан қуып жіберіп, және Қара теңізді толықтай Ресей империясының қол астында қалдыру болды. Ал Константинопольді тартып алса, империя астанасын Петербургтан Константинопольге ауыстыру арман еді олар үшін. Ол ойларының жартысы ғана іске асты. Австриялықтармен қосылып, славян әрі христиан халықтарына егемендік алып бере алды. Бірақ Константинопольді сол күйі алған жоқ. 1801 жылы таққа бірінші Александр отырды. Александр түріктермен, фарсылармен, шведтермен көптеген соғыстар жүргізіп, Ресейге көптеген жерлер қосқан болатын. Бірақ әрине Александр патшаның ең басты жетістігі болған Наполеонның Франциясын жеңгені. Франция ол кезде өз тарихында жалғыз рет империя болып көрді. Ал Наполеон Бонапарт оны құрып, көптеген жерлерді жаулап алып, Европаның ең басты державасына айналдырды. Наполеонның ең басты жауы болған ел ол Ұлыбритания болатын. Сондықтан Наполеон Европа елдеріне Британиямен барлық ара қатынасты үзуге мәжбүрледі. Александр болса Британия мен Францияның арасында жүріп, өз саясатын жүргізуге тырысты. Ақыр соңында Наполеон Ресейге басып кіріп, бос қалған Мәскеуді алды. Бірақ Мәскеуді орыстар түнде өртеп жіберіп, француздарды қуып жіберді. Сонымен орыстың аяздай суық қыстың күндері Наполеон Ресейден 10% әскермен ғана Парижге оралды. Оны пайдаланған Наполеонға қарсы одақ Францияға соғыс ашып, оны ойсырата жеңген болатын. Ол одақта болғандар Британия, Ресей, Пруссия, Австрия және де басқа да Европаның елдері. Негізі Александрдан кейін де патшалар болды, бірақ олардың маңызы онша көп болған жоқ десек те болады. Ресей империясында құлдық болған екен ағайын, және ол құлдықты 1861 жылы 2-ші Александр жойған екен. Құлдардың көбісі жұмыссыз, ақшасыз қалғасын, патша үкім қабылдап, сол бос жүрген құлдардың көбісін бос жатқан жерлерден жер бөліп беріп, сол жақтарға қоныстандырды. Демек Сібір мен Қазақстан жерлеріне. Ресей империясы 1904 жылы батыстан дамуы қатты алыста қалып, бірақ аз уақытта күшін жинап алған Жапониямен соғысып, жеңіліске ұшыраған болатын. Ол соғыс нәтижесінде Ресей шығысындағы Сахалин және Курил аралдарынан айырылды. Бұл айтпақшы Ресейдің басқа елмен тек өзі ғана соғысқан жалғыз соғыс болды. Басқа соғыстардың бәрінде Ресей одақтастармен қосылып соғысатын. Ең соңғы Ресей патшасы 2-ші Николайдың кезінде Ресей империясы 1-ші дүниежүзілік соғысқа кіріп, таяқ жеп шығып кетті. Шығып кеткен себебі империяда революция басталды. 1917 жылы большевиктер 2-ші Николайды, оның отбасын және басқа да патша туыстарын тұтқынға алды. Ал 1918 жылы патшаны және оның отбасын ату жазасына келтіріп, өлтірген болатын. Осылайша 2 ғасырлық тарихы болған Ресей империясы құлап, Кеңес одағы құрылды. Қорытындылап айтсақ, Ресей империясының патшаларының көбісі немістер болған және өз туысқандар арасында қан араластырған екен. Бір-біріне жақын туысқандардың неке қия бергені соншама, патша балалары туылғаннан бастап қан ауруларына шалдыққан екен. 18 ғасырдан бастап Ресейде француз тілі көптен қолданылған және ел басқарушылар мен байлардың барлығы бір-бірімен француз тілінде сөйлесетін. Кейбір Ресей патшаларының француз тілін сүйгені соншама, өзінің басқаруында тұрған қалаларды білмей тұрып, бірақ Париждің бүкіл көшелерін жатқа білген екен. Ал орыс тілін тек қана құлдар мен қарапайым адамдар қолданған екен. Тіпті француздармен соғыс уақытында орыс әскерлері өздерінің бастықтары французша сөйлескесін, оларды француздармен шатастырып өлтіріп қоятын. Бірақ Франциямен соғыс жағдайына жеткесін, француз тілін Ресейде қолдануды азайтты. Ресей басқа елдердің ішкі саясатына араласып, басқа елдермен соғыса беріп,
Оны соғысқа араласуды сұрамаса да, соғысқа кіре беретін ел болғасын, оны Европаның жандармы деп атаған екен. Ресей империясы жайлы қызықты бір факт. Әр Ресей патшасы жерді ұлғайтып отырған. Және өзінен кейінгі патшаға өзі алғандағыдан көп жер қалдырып отырған екен. Нәтижесінде Ресей қазіргі әлемнің ең үлкен мемлекеті. Осымен Ресей империясы жайлы видеоның аяғына жеттік. Қай ақпарат сізге ұнады және қайсысын білмеген едіңіздер? Комментарийге жазып өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода біз Кеңес одағы және Ресей Федерациясы жайлы сөйлесеміз. Бұл видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған мен Қазыбек, келесі кездескенше.